Кешір сіңілім. Сіңілісінің күйеуімен ойнас болған әпке. Қарапайым отбасы едік, үйдің үлкенімін. Менен кейін 2 інім, 1 сіңілім бар. Анам әкеме 17 жасында тұрмысқа шықты. Бір қызығы, менің нағашы апам шыққан отбасының қайын інісі менің әкем. Анам балдызы болып, апа жездесіне барып жүргенде, әкем екеуі бір-бірін ұнатып, сонда келін болып қалып қойыпты. Анам әкемді қатты жақсы көрді. Әкем анамнан 7 жасқа үлкен. Мен ес білгелі әкемнің ішкенін көрдім. Бірақ есейе келе әкем арағын темекісін де қойды. Бірақ қызба мінезді, анамды көп ұратын. Сол үшін де анам көп үйден кетіп жүрді. Ал нағашы әпкем мен әкемнің ағасы ұзақ тұрмады. Үлкен қыздары 2-ші сынып барғанда олар ажырасты. Себебі нағашы апам ағамның үстінен ойнас жасады. Содан ажырасу болды. Ал нағашы әкемнің қызы мен ұлы біздің анам мен әкемнің қолында өсті. Оларды анам жақсы қарады, еш жылатпай, ұрыспай, тіпті қолының ұшын тигізбейтін. Бізге не берсе де, оларға да соны беріп, біз не кисек, оларға да соны кигізіп жүрді. Ойлап отқан шығарсыздар, неге өз анасы алып кетпеді балаларын деп. Ағам қалаға кетті, жұмыс деп. Әпкем де қалаға кетті, жұмыс деп. Балаларды алып кетпеді. Одан туыстарымыз балаларды балалар үйіне өткізіңдер деді. Бірақ анам қарсы болды. Өзіміз қараймыз деп. Анам мінезі жақсы кісі. Ешқашан нағашы апамның қызы мен баласына ұрыспайтын, ұрмайтын. Өз балаларындай қарады. Кейде ойлайтынмын, мені асырап алмады ма деп. Себебі анам менен көрі оларға жақсы қарайтын. Әкем анамды көп ұратын, тіпті өлтіріп қоюға дейін баратын күндері болған. Анам сол үшін де үйіне көп кетіп, себебі қуып жіберетін. Енесі де көп ұрыс шығаратын. Әрине, менің әжем. Бірақ мен әжемнің қызы болдым. Сонда да әжем мінезі шатақ еді. Анам мүлдем сөз қайтармайтын. Әкемнің барлық мінезіне шыдап келді. Анам тіпті әкемді бір өлімнен алып қалды. Қонақ келсе бір қабағын түймейтін, басынан орамал түспейтін. Таңда тұрып сиыр сауып, ата әжеге шай беретін. Үйде от жағып, отқа тамақ пісіретін. Киімді қолдарымен жуатын. Жаз басталса, қора майлап, үй сарайды майлап әктейтін. Сыртта тағы ошақ бар, сонда тамақ пісіретін. Солай мен де 9-ші сыныпты да тәмамдап, қалаға оқуға кеттім. Содан көп ұзамай анам мен әкем ажырасты. Себебі әкем көп ұрсатын. Анамның шыдамы таусылды. Ол кезде кіші інім мен сіңілім мектепке де бармайтын, садикте еді. Анам кіші сіңілімді өзімен алып кетіпті. Әкем 2 ұлды бермепті. Содан екеуі ақыры қосылмады. Мен ортада жылап жүрдім. Бәрін анамнан көрдім. Сен балдарды тастадың деп талай анаммен ұрысып тынатынмын. Анамды талай жылатып ренжіттім. Солай анам өз ауылында тұрып жатты, өз ата-анасымен. Мен қалада әкемнің қарындасының үйінде жатып оқыдым, колледжде. Солай әкем мені жақтырмай кетті. Анаммен сөйлесесің, анаңмен кездесесің деп. Содан өз қарындасының үйінен қуды. Мен жылап, анамды қалаға көшіртіп алдым. Содан анаммен сырлас болдым. Басында әрине түсінбейтінмін, бірақ әбден тұрмыс құрар кезде ғана анамды түсіне бастадым. Анама дауыс көтеріп үлкен қателік жасаппын. Менің анама ешкім су құя алмайтынын түсіндім. Анама әкем көрсетпегенді көрсетіпті. Мен кішкентай болғасын оны білмеппін де. Ең сорақысы, нағашы әпкем менің әкеммен төсектес болғанын естідім. Одан қалса әкеме өзінің құрбыларын қойнына салып берген. Соны біле тұра менің анам көніп жүре берген. Балдар үшін деп оның үстіне ұратын болғасын, мен қалаға кеткесін, анамның шыдамы таусылыпты. Анам өзімен нағашы апамның қызы мен баласын да алып кетті. Оларды анамның қолында болды. Нағашы апам осындай, анама опасыздық қылса да, анам олардың балаларын қарап өсірді. Анам өз әпкесіне реніш көп. Бірақ Алла кешіргенде мен кіммін деп бәрін кешірді. Нағашы әпкем жас кезінен тұрмыс құрмас бұрын жеңілтек болыпты. Содан тұрмыс құрса да қоя алмаған. Ақыры ажырасып тынды. Одан кейін де тұрмыс құрып, тағы да ойнас қылып, тағы ажырасты. Әйелі бар еркектермен де жүрді. Өзінің қайын інісімен де жатты. 2-ші күйеуінің. Одан жұмыстағы жігіттермен де жатқан. Өз нәпсісін тия алмайды. Бір күнде 10 шақты еркекпен сөйлесіп отырады. Саунаға да барады. Өз нәпсісін ақыры тия алмады. Мен ойлаймын, мүмкін ол кісіге Алла солай сынақ берген шығар. 2 бұттың ортасымен алысып жүруді. Қазіргі кезде анам да тұрмыс құрып, әкем үйленді. Анам бақытты. Қазіргі отбасынан тағы да 2 қызы бар. Әкемнің алған әйелі көкбет, аузы толған лас сөздер. Әкемді бәрінің көзінше ұятқа қалдырып,
ұрсысып та жүреді. Анам жалпы 9 құрсақ көтерген, 3 баласынан айырылды. Кейде ойлаймын, Алла анама қаншама сынақ берген деп. Анам мықты, еш қайсысына да сынбады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.